Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жай және құрама сандар. Бүгінгі сабақта біз жай және құрама сандарды анықтауды үйренеміз. Өткенді бір қайталап алайық. Естеріңізде болса, біз өткен сабақта еселік және бөлгіш тақырыбын өткен болатынбыз. Соған қатысты есептер шығарайық. Бірінші, 28 санының бөлгіштерін жазыңыз. Біз жұптар әдісін қолданатынбыз. Мысалы, 28 бірге бөлінеді, яғни бірінші жұбы 1 мен 28. Одан кейін 28 2-ге бөлінеді, 2 мен 14. Ары қарай 28 3-ке бөлінбейді, ары қарай 4-ке бөлсек 7. Келесі жұбымыз 4 пен 7. Ары қарай 5-ке 6-ға бөлінбейді. Демек 28 санның бөлгіштері 1, 28, 2, 14, 4 және 7. Неше бөлгіші бар? 28 санның 6 бөлгіші бар деп айтылады. Ал енді еселікті еске түсірейік. 13 санының алғашқы 5 еселігін жазыңыз. Бұл жерде 5 еселігін деп нақтылап тұр, себебі біз білеміз, кез келген санның еселіктері шексіз жалғасады. Жазайық. 13 санның еселіктерін жазу үшін натурал сандар бізге көмектеседі. 13 көбейту 1 13, 13 көбейту 2 26, 13 көбейту 3 39 деген сияқты шексіздікке дейін жалғасады. Бірақ біз тапсырма бойынша алғашқы 5 еселігін ғана жазамыз. Енді өзіміздің негізгі тақырыбымыз жай және құрама сандар. Жай сан дегеніміз тек қана бірге және өзіне бөлінетін сандар. Мысалы, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 деген сияқты шексіздікке дейін жалғасады. Естеріңізге саламын, жай және құрама сандар да натурал санға жатады. Енді бұл жерде тек қана бірге және өзіне бөлінеді дегенді қалай түсінеміз? Айталық 2. 2 тек қана бірге бөлінеді және өзіне бөлінеді, яғни 2-ге. Дәл сол сияқты 3-ті қарайық. 3 тек қана бірге бөлінеді және өзіне бөлінеді, яғни 3-ке. Мысалы, 3 2-ге, 4-ке, 5-ке бөлінбейді ғой. Сол сияқты кез келген жай санды алып қарасақ, ол тек қана өзіне және бірге бөлінеді. Сонда жай санның 2 ғана бөлгіші болады екен. Ал құрама сан дегеніміз бөлгіштерінің саны 2-ден көп болатын сандар. Сонда құрама сандар жай санға қарама-қарсы деп айтсақ болады екен, Айталық, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 деген сияқты бұлар да шексіздікке дейін жалғасады. Енді қарайық. Мысалы 4. Құрама санның жай саннан қандай айырмашылығы бар? 4 деген сан 1-ге бөлінеді, өзіне, яғни 4-ке бөлінеді, одан кейін 2-ке бөлінеді. Жай санның 2-ақ бөлгіші болса, құрама санның мысалы 4-тің 3 бөлгіші бар екен. Сол сияқты 6-ны қарасақ, 6 1-ге бөлінеді, өзіне, яғни 6-ға бөлінеді, одан кейін 2-ге және 3-ке бөлінеді. 6 санның 4 бөлгіші бар екен. Яғни құрама сандардың бөлгіштерінің саны 2-ден артық болады деген осы. Есе сақтайық оқушылар. Бір саны жай санға да, құрама санға да жатпайды. Осыны ұмытпайық. Естеріңізде болса, жай сан мен құрама санның мысалдарында біз бір санын байқаған жоқпыз. Сондықтан осы ережені әрқашанда есе сақтаңыздар. Неге бір саны жай санға да, құрама санға да жатпайды? Себебі бір саны жай санның және құрама санның да ережесіне сәйкес келмейді. Бір санның тек қана бір бөлгіші бар. Ол өзі. Ал біз білеміз, жай санның 2 бөлгіш болу керек, ал құрама санның бөлгіштері 2-ден көп болу керек. Тағы да есе сақтау керек нәрсе, ең кіші жай сан ол 2-ге тең. Осыны ұмытпайық. Егер 2-ден төмен қарайтын болсақ, ол 1. Ал 1 айттық, жай санға да, құрама санға жатпайды. Сондықтан біліп жүрейік, жай сандар 2-ден басталады. Және ең үлкен жай сан жоқ. Себебі біз айттық, жай сандар шексіздікке дейін жалғасады деп. Келесі ережеміз, ең кіші құрама сан ол 4 болады екен. Ал 4-тен төмен тексеріп көрсекші, мысалы 3. 3 ол автомат түрде жай санға жатады деп айттық, Сондықтан есте сақтаңыздар, құрама сандар 4-тен басталады. Дәл сол сияқты ең үлкен құрама сандардың шегі жоқ. Себебі біз айттық, құрама санда, жай санда натурал санға жатқандықтан олар шексіздікке дейін жалғасады. Енді жай сан мен құрама санды оңай есте сақтау үшін өмірден бір мысал қарастырайық. Біз экранда қызыл үй телефонын көріп тұрмыз. Бұл үй телефонның 2 қызметі бар. Бұнымен біз тек қана қоңырау шаламыз, немесе қоңырауды қабылдаймыз.
Бұл үй телефонын жай санмен салыстырсақ болады. Жай санның да 2-ақ бөлгіші болады. Ал заманауи смартфонды алсақ, бұл смартфонмен біз қоңырау шаламыз, қоңырауды қабылдаймыз, және фотоға түсіре аламыз, хабарлама жібереміз, немесе ойындар ойнаймыз. Демек, смартфонның мүмкіндіктері 2-ден көбірек. Бұл бізге құрама санды еске түсіреді. Құрама санның да бөлгіштері 2-ден көп. Бұл, мысалы, сіздерге кез келген уақытта жай және құрама сандарды еске түсіруге көмектеседі. Енді бірінші тапсырмамызға көшейік. 7 құлақ қапты қанша ұлға тең бөліп беруге болады? Бізде 7 құлақ қап бар. Осы 7 құлақ қапты тең бөліп берудің бізде 2-ақ нұсқасы бар. Біріншісі, ол 7 құлақ қаптың барлығын бір балаға беру. Яғни 7 мен 1-дің бөліндісі. Ол 7-ге тең. Екінші нұсқасы, осы 7 құлақ қапты 7 балаға бөліп беру. Яғни әр балаға бір құлақ қаптан келеді. Оны жазатын болсақ, 7 мен 7-ның бөліндісі 1-ге тең. Демек, осы мысал арқылы біз 7 санның 2-ақ бөлгіші бар екенін білеміз. Ол 1 және 7. Демек, 7 саны жай санға жатады. Екінші тапсырма, 6 микрофонды қанша қызға бөліп беруге болады? Қалай ойлайсыздар, бұл жай санға ма, әлде құрама санға жата ма? Көрейік. Мысалы, бізде 6 микрофон бар. Осы 6 микрофонды бір қызға бөліп беруге болады. Яғни 6 микрофонның барлығы осы бір қызға тиеді. Яғни 6 мен 1-дің бөліндісі 6-ға тең. Келесі нұсқа, осы 6 микрофонды 6 қызға бөліп беруге болады. Сонда әр қызға бір микрофоннан тиеді. Өрнекпен жазсақ, 6 мен 6-ның бөліндісі 1-ге тең. Келесі нұсқа, 6 микрофонды 2 қызға бөліп беруге болады. Сонда әр қызға 3 микрофоннан түседі. Өрнекпен жазсақ, 6 мен 2-ның бөліндісі 3-ге тең. Және соңғы нұсқамыз, 6 микрофонды 3 қызға бөліп беретін болсақ, әрине онда әр қызға 2 микрофоннан түседі. Өрнекпен 6 мен 3-ның бөліндісі 2-ге тең. Демек, бұл мысалдан біз нені байқаймыз? 6 санның 4 бөлгіші бар екен. 1, 6, 2 және 3. Бұл не деген сөз? 6 саны құрама санға жатады. Үшінші тапсырмамызға келдік. Өз туған күніңіз бен айыңызды жазыңыз. Енді өз туған күндеріңіз бен айларыңызды жазыңыздар, сосын келесі тапсырмаларды орындаймыз. Бірінші, әр санның бөлгіштерін жазамыз. Одан кейін әр санның жай әлде құрама болатын жазамыз. Және соңғы әр сан үшін 4 еселіктен жазамыз. Енді өз туған күндеріңіз бен айыңыздың сандарын жазып болсаңыздар, мен өз туған күнім мен айымды қолданамын. Менің туған күнім 14 қазан, демек мен 14 және 10 деген сандарды қолданамын. 14 ол менің күнім, 10 деген айдың саны. Тапсырмамызды орындайық. Бірінші, әр санның бөлгіштерін жазамыз. Егер жұптармен жазатын болсақ, 14 санның бөлгіштері 1 мен 14 және 2 мен 7 болды. Басқа 14 3-ке, 4-ке, 5-ке бөлінбейді. Яғни 14 санның 4 бөлгіші бар. Келесі менің саным ол 10. 10-ның бөлгіштерін жазайық жұптармен. 1 мен 10 және 2 мен 5. 10 санның да 4 бөлгіші бар екен. Екінші тапсырма. Енді мен 14 пен 10-ның бөлгіштерін тапқаннан кейін, 14-тің де 10-ның да 4 бөлгіші бар. Сондықтан бұл бізге қандай ережені еске түсіреді? 14-те 10 да құрама санға жатады. Үшінші тапсырмамыз ол әр санға 4 еселіктен жазып шығу. 14-тің еселіктерін жазайық. 14, 28, 42, 56 және сол сияқты кете береді. Бірақ мен тапсырма бойынша 4 еселікті ғана жазамын. 10 санның еселіктері 10, 20, 30, 40 және тағы сол сияқты кете береді. Сіздер де өз туған күндеріңіз бен айларыңызды осылай талдап жазыңыздар. Төртінші тапсырма. Бұл ойын түріндегі тапсырма сіздерге қызықты болады деп үміттенемін. Жай және құрама сандарды тиісті папкаға салыңыздар. Экранда сіздер күнделікті қолданып жүрген смартфонды көріп тұрсыздар. Және смартфонның ішінде 2 папка дайын тұр. Бірінші папкаға жай сандарды жинақтаймыз, екінші папкаға құрама сандарды жинақтаймыз.
Сіздер менімен бірге жұмыс істеп отырыңыздар, және мен дұрыс жауапты айтқан кезде өздеріңізді тексересіздер. Кеттік. 8 бізде қандай сан болады? Әрине, құрама сан. Себебі 8 санның 4 бөлгіші бар. 8 1-ге бөлінеді, өзіне, яғни 8-ге бөлінеді, және 2-ге, 4-ге бөлінеді. Сол сияқты әр санды мен атаған кезде сіздер бірден жай сан бәлде құрама сан ба екенін тауып отырыңыздар өздеріңіз. Кеттік. 3 бізде қандай сан болады? Әрине, ол жай сан, тек қана өзіне және 1-ге бөлінеді. Ал 1 ше, еске түсірейікші, 1 2 папканың еш қайсында бармайды. Себебі біз айттық, 1 жай санға да, құрама санға да жатпайды. Келесі 5, ол бізде жай санға жатады. Тек қана өзіне және 1-ге бөлінеді. Ары қарай 7 жай сан, 6 құрама сан, себебі 6 1-ге, өзіне, 2-ге және 3-ге бөлінеді. 4 ол да құрама сан, 2 жай сан. Есіңізде болса, 2-ның қандай ерекшелігі бар еді? 2 ол жай сандардың ішінде ең кішісі. Жақсы. Келесі 9 құрама сан, 10 құрама сан, 16 ол да құрама сан, 15 құрама сан. Сіздер менімен бірге еріп, өздеріңізді тексеріп отырыңыздар. Ары қарай 14 ол да құрама сан, 11 жай сан. Тек қана өзіне және 1-ге бөлінеді. Ары қарай 13 ол да жай сан, 12 құрама сан, 17 ол да тек қана өзіне және 1-ге бөлінеді, сондықтан ол жай сан болады. 19 ол да жай сан, 25 құрама сан және 20 құрама санға жатады. Осымен оқушылар, бүгінгі сабақта біз құрама және жай сандармен таныстық, және соларға қатысты есептер шығарып көрдік. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.